Баршаға сәлем, бұл Миратрикс. Негізі мен «Брат или брак 3» деген фильмге дайындалып жүргем, соны көрейін деп кинотеатрларға билет алайын деген едім. Қарасам, қаланың бәрі кунг-фу пандаға баратыр екен. Өйткені бірде-бір кинотеатрда табатын 2 билет болған жоқ. Содан мынау бір ажиотаж болып жатыр ғой деп ойладым да мен соны көрейін деп. Бірнеше күннен кейін ақыры 2 билет таптым, барып көрдім, және сол мультфильм туралы айтатын ойым бар. Қызық болса, жайғасыңыздар, бастап жіберейік. Пайдасы тиіп жатқан жоқ. Негізі тарихи контексттен бастайық. Бірінші бөлімі шыққан кезде 2008 жылы мен 18-де едім. Маған ол мультфильм қатты ұнады, өйткені өте күшті жұмыс атқарылды. Біріншіден Қытай философиясы өзімізге жақын, бұрындары кинодан көретін. Екіншіден кунг-фу, кішкентай дегенде 18 жасар балаға не керек? Төбелес, әзіл, және де Михаил Галустян деп. Жалпы сол бөлім өте күшті болды. Артынан 2-ші бөлім шықты, 3-ші бөлім шықты. Содан 3 бөліммен тоқтады ау деген кезде, жаңағы 18 жасар балалар 30-дан асып есейген кезде 4-ші бөлімі шықты. Және сол бір білмеймін, мәселе деп айталым ба, оны айтамайым ба, бірақ 4-ші бөлімді қараған кезде менің түсінгенім, олар жаңа көрерменді тартты да мультфильмге. Өйткені жаңа кейіпкерлер пайда болды, жаңа бір біз білетін оқиғаны жаңадан айтып бергендей болды кейбір кезде. Және содан түсінгенім, осы арада қалған 16 жылдың ішінде туылып есейген адамдарды олар сол франшизаға тартып жатыр. Бірінші бөлімде естеріңізде болса, көптеген жұлдыздар өздерінің дауыстарын сыйлады кейіпкерлерге. Мысалы, Анджелина Джоли болды, Сет Роген болды, Джеки Чан болды дегендей. Сол жайттың кері әсері 4-ші бөлімге сол жұлдыздардың ешқайсысы оралған жоқ, және де содан ашулы бестік дейміз ба, неистовая пятерка. Солардың, мысалы, кейіптері үнсіз, олар сөйлемейді нәрсе. Және содан бір кішкене көңілің қалады. Өйткені жақсы көресің оларды деген сияқты. Және сол жұлдыздардың оралмауынан анау бесеуі сөйлемегені кішкене көңіліне тиеді. Сюжетіне тоқталсақ, сюжеті кішкене асығыста ойдан құрастырылған сияқты да. Өйткені По, жаңағы панда, өзінің орынбасарын табу керек. Неге, не үшін, қандай себеппен деген сұрақтар туындайды, оған ешкім жауап бермейді. Өйткені, мысалы, 1-ші бөлімде Угвей, кәрі тасбақа, қасындағы Шифу деген көмекшісі бар, ол да жас емес, және Угвей аян көреді. Жаңағы өте нашар Тайлунг оралып жатыр, және біз айдаһар жауынгерін табу керекпіз, сол Тайлунгты жеңетін адамды табу керекпіз деген ниетпен жаңағы олар кунг-фу панданы тауып алады. Ал бұл жерде ешқандай бір не жоқ, ешқандай елесте жоқ, аян да жоқ. Просто сюжетке керек кезде давай сен По өзіңе орынбасар тап дейді. Және сен, мысалы, танитын кем дегенде 5 кейіпкер бар да, соның орнын бас алатын. Тигрица дегендей, маймылы бар, қасында дәуіті бар дегендей. Бірақ олардың актерлері дыбыстауға оралған жоқ қой, оларды сырт тастаймыз да. Жаңадан бір Аквафина дыбыстайтын бір кішкентай түлкіні сюжетке енгіземіз дейді. Және былай қарап тұрсаң, сол сюжетті арғарай болатын, мен спойлер жасамай қойын, бірақ арғарай болатын сюжетті тура сол структураны біз 2-ші кунг-фу пандада көрген болатынбыз. Тура сол. По қасында бір досы бар, ол баратта өзінің жаңағы сүйікті әлемінен шығатта, өзі танымайтын әлемге кірет, сосын жеңет дегендей тура 2-ші бөлім. Бірақ 2-ші бөлімге қарағанда 4-ші бөлім сол структурамен келе жатса да кішкене слабылау десек болады. Сол жаңағы түлкі жаңа кейіпкер болғасын, және тез-тез сюжетті да өрбіту керек дегендей, сондай бір асығыс сезіледі мультфильмді қарап отқан кезде. Және сол асығыста жаңағы түлкіге кішкене жаның ашымай кетеді, өйткені сен танымайсың да оны. Ол жаңа ғана шыққан, ол жаңа ғана шыққанды былай тұрсын, ол еще орого түлкі. Сөйтіп сен оған вообще жаның ашымайды, өйткені ол нашар кейіпкер негізі. Ана түлкімен бір нәрсе болып жатады ғой, саған бәрібір ол не болып жатыр, ашылған жоқ та ана түлкі. Одан гөрі мен танитын біреулерді көрсетсеңдер деп отырасың. Мүмкін бұл менің 30-дан асып кішкене қақпастығым шығар. Маған мен танитын біреуді көрсетіңдер деп. Галустянның дауысы да жеткен жоқ, оны енді
үйреніп қалғанбыз ғой, Панда Поны Галустян дыбыстайтынына. Галустянның дауысы қатты жетіскен жоқ, дегенмен Пандадағы дубляж маған қатты ұнады негізі. Өте жақсы жасалған жұмыс. Әшейінде дубляжымыз ақсаңдайды ғой біздің. Бұл жерде жақсы жасалған. Просто біз Галустянға үйреніп қалғаннан кейін сол кішкене жетіспейді да бізге. Сол. Былайша айтқанда, 4-ші бөлімнің сюжетінде не болатынын трейлерін қарасаң да түсінесің да, өйткені трейлерде бүкіл сюжетті көрсеткен былайша. Ана трейлерді қарап аласың да, түсінікті, уже ары қарай түсінесің не болатынын. Антагонистке келсек, жаңағы хамелеонша деген әйел, мен оны түсінген жоқпын. Оның мотивациясы, мен жай ғана жаманмын, маған тиіскен, вот сол мен кегімді алам деген өте жеңіл да мотивациясы. Кішкентайларға арналған мотивация. Жаңа көрерменге арналған мотивация да. Және жаңа көрерменді кішкене тарихи контекстке енгізу үшін басқа да біз танитын басқа бөлімнің антагонисттері кішкене шығады, бірақ олардың да актерлары дыбыстауға оралған жоқ, сондықтан кейбіреулері үнсіз әшейін басын иіп отыра беретіні бар, маған ұнаған жоқ. Жалпы айтқанда 4-ші бөлім өте аккуратно жасалған, өте осторожно жасалған. Әйтеуір бәріне ұнауға тырысайықшы деп жасалған дүние да негізі. Сол бір асып бара жатқан ойбай деп айтылатын мықты ешнәрсесі жоқ. Дегенмен ойбой мына жері нашар деп айтылатын да ешнәрсе жоқ. Өйткені бәрі бір қалпы, бәрі жақсы. Өте күшті жасалған негізі. Өйткені рисовкасы мықты дегендей, жаңағы Поның саяхаты қызық. Просто сен бұның бәрін көріп қойғасын. Жаңадан ешнәрсе табылған жоқ. Ана антагонисті да отқан кезде, отатыны түсінікті ғой енді. Отқан кезде таңғалмайсың. Бірақ фильмнің соңындағы әні өте күшті. Ол әнді естігенде шығарсыздар. Өйткені Джек Блэктің орындауындағы Бритни Спирстің әні қазір желіде үлкен буст алып кетті. Көптеген жерлерден естіп жатыр, трендке айналып кетті. Өте күшті ән. Сәл шетін тыңдап көреміз ба? Бесінші бөлім болатыны сөзсіз, өйткені тағы бір 3 бөлім шығады ау деймін. Өйткені біз ана түлкіге үйрену керекпіз дегендей. Оған қоса мультфильмнің сборлары мықты болып жатыр, өйткені Қазақстанның өзінде бірінші уикендте 701 миллионнан астам қаражат жинады Кунг-фу Панда. Мысалы, қазір прокатта жүрген 6 қазақстандық фильм бар. Олардың 6-ы жаңа бір Кунг-фу Панданың өзінен 150 миллионға қалып қойды. 6 фильмнің сборы бірге санаған кезде. Сол, келіңіздер, көріңіздер дегендей. Келесі жүздескенше сау саламат болыңыздар. Менің әңгімем осымен бітті.